Путинге беріп қойды, жығып берді. Міне, неде жатқан мәселе. Дәл осы уақытта аңқау халықты басын қатырып, кешегі мынау айтып жатырмын ғой, мынау нелер жасатып, мынау шу, мынау ЛГБТ, мінекей еркектер сүйісіп жатыр, бүйтіп жатыр деп, сөйтіп жаңағы бір министерстводағы бір жігіттердің фотосын лақтырып, мен білмеймін бұл. Нема фейк па, фейк емес па, айырмашылығы жоқ, достар. Осындай тақырып маңызды шамалы тақырыпты басты тақырып қылады да, халық соған аударып, бір-бірімен қарылыстырып, бірліктіріп, маған қазақ айтады, ержан сен бірлікті деп жазсын, қате дүрліктірді деп жаз дейді. Ол бірлікті, жұртты бірліктірме деген сөзді мен естіппін, ал жұртты дүрліктірме деген естімеппін. Бірлікті деген сөз де бар, дүрлікті деген сөз бар. Ол тақырып ба, достар, мағынасын түсінбейсіздер ма? Түкке тұрмайтын тақырыпты біреудің көтенін жаңағы шұқылап, әңгіме қылып, бүкіл халық дүрлігіп жатыр. Дүрлігіп жатыр кәдімгі. Мейлі дүрліксін, дүрлігіп жатыр. Қашанда мәселе басында мінекей қандардағы қан төгіске жауап берген жоқ Тоқаев. Қоғам оған үнсіз отыр. Мәселен шешетін бірақ идея бар, ол халық таңдау партиясы. 50 адам жиналу керек та, билікке қарсы шығып, революция жасап, билікті өзгерту керек. Басқаша кәуіні ақындап емес, қытыға береді. Бұның бірінші қоңырау қашан бірнеше ай бұрын болды ғой. Мен шығардым материалды. Нұрлан Ермекбаев, бұрынғы еліміздің қорғаныс министрі обороны хат жазды. Біз Қазақстан офицерлері міндетті түрде Ресейге көмек жасауымыз керек деп. Одан кейін үні шықпай кетті. Бірақ мен жоққа шығармаймын, сол Нұрлан Ермекбаев, бірнеше ондық па, жүз ба қазақтың офицерлері, солдаттары орыстарға көмектесіп жатыр. Әсіресе қазір бүгінгі күндері. Мінекей Путин тағы да әскерге адам жинап жатыр. Ресейде 500 мың адам жинайды дейді. Бұның ішінде көріп тұрмыз, қазақтарды тығады. Сондықтан мына бейнені максимально таратындар WhatsApp-пен мен 18 минут болды, мен қысқаша сендеуім келмей жатыр. 8 минут мейлі, осымен аяқтайын. Максимально таратындар жеткізіңдер. Тоқаев қазақтарды Украинаға соғыс қайдап жатыр. Бұны тоқтатудың жолы халық таңдау партия қатарына кірдіңдер. Мынау не арқылы ешқандай митинг ішіне жасатып керек жоқ. Мына жерге тіркеліңдер, сайт арқылы. Сәтемін. Қалай 50 мың адам тіркеледі, біз бастаймыз күресті. Жақсы, қош сау болыңыздар. Басты жаңалық осы.